Саламатсыздар. Бұл видеодан кез келген адамға акцияны қалай және қай жерден сатып алуға болатынын білетін боласыздар. Сонымен қатар акцияны қалай сатып пайда көруге болатынын айтамын. Бізді қызықтыратын бірінші сұрақ: биржадан кез келген адам акция сатып ала алады ма? Әрине иә. Биржаға инвестициялай отырып, сіз пассивті түрде үздіксіз табыс таба аласыз. Бұл үшін сізге профессионал болудың қажеті де жоқ, өйткені ол өте оңай. Тіпті өзін математика жағынан нашармын дейтін адамның өзі де акцияны сатып ала алады. Себебі бұның есепке ешбір қатысы жоқ. Акция жалпы ақшаны ұлғайтудың және сақтап қалудың тиімді жолы. Акцияның өсімі кез келген депозиттің өсімінен жоғары. Сол себепті ақшаңыздың жоғарғы пайызбен өскенін қаласаңыз, биржадан акцияны сатып алуға асығыңыз. Биржа ұғымымен таныс болмасаңыз, төменде сілтеме қалдырдым. Сол видеоны көрсеңіз болады. Сонымен акцияны алу үшін бізге брокер қажет. Сол арқылы біз биржадан акцияны сатып аламыз. Брокерді дұрыс таңдауды білгіңіз келсе, каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі видео сол туралы болмақ. Ең біріншіден, қандай компанияның акциясын алғыңыз келетіндігін анықтауыңыз қажет. Ол американдық Amazon, Tesla немесе Apple компанияларының акциясы болуы мүмкін, немесе отандық Kaspi немесе KSL сияқты компаниялардың акциялары болуы мүмкін. Негізі биржаны дүкенге теңесе де болады. Дүкенге кіріп зат таңдағандай, биржаға да кіріп, кез келген өзіңіздің алғыңыз келген компанияның акциясын сатып ала бересіз. Алайда, біріншіден, сіз алғыңыз келетін акцияны сіздің брокеріңіз сізге алып бере алатындығына көз жеткізіңіз. Яғни, сіз бір затты алғыңыз келсе, оның ол дүкенде сатылатындығын немесе сатылмайтындығын біліп қана алған соң, сонда барасыз. Сол сияқты, кейбір брокерлердің кейбір акцияларды сатпауы мүмкін. Осы сәттерді аяқтағаннан кейін ең оңайы қалады. Ақшаңызды брокерлік шотыңызға аударып, өзіңіздің брокеріңізге акцияны алуды бұйрық етіңіз. Сіз тіпті акцияны қандай бағаға алғыңыз келетіндігін де таңдай аласыз. Әрине, ол бағаға сататын басқа акционер табылса болғаны. Ендігі кезекте арнайы қолданба арқылы акцияны қалай сатып алуға болатындығын мысал ретінде көрсетейін. Біріншіден, алғыңыз келген компанияның тикерін іздеу бөліміне жазасыз. Тикер табылғаннан кейін, тикердің үстінен басып, сол жерге кіресіз. Кейін сізде компанияның акциясы туралы барлық ақпараттар шығады. Сол жерден сіз акцияның қазіргі кездегі сатылымдағы бағасын көре аласыз. Барлық ақпаратпен танысып болғаннан кейін, жоғарыда тұрған үшінші бөлім, бұйрық бөліміне кіресіз. Бұйрық бөліміне кіргеннен кейін сізде сатып алу батырмасы пайда болады. Осы жерден сіз қанша акция алғыңыз келетіндігін көрсетіп және бағасын көрсетіп бұйрық бере аласыз. Бағасын және санын аяқтағаннан кейін төменгі жақтағы батырмаға басып, өзіңіздің брокеріңізге бұйрықты жібересіз. Бұйрық жіберілгеннен кейін сізде келесідей экран пайда болады. Бұйрық бірнеше минуттар ішінде орындалады. Акцияны сатып алу бірнеше минуттар ішінде жүзеге асады. Акцияны сатып алғаннан кейін сіз сол компанияның үлескері болып табыласыз. Яғни, компанияның кішкене болса да үлесі сізге тиесілі. Компания дамыған сайын сіздің табысыңыз да ұлғайып отырады. Келесі мысалды қарастырайық. Сіз былтыр Kaspi KZ компаниясының акциясын алғаш рет сатылған кезде $33 сатып алдыңыз делік. Қазір 2021 жыл. Акция құны $134 дейін жетті. Яғни, бір жыл ішінде шамамен $100 дейінгі табысқа жеттіңіз. Сол сияқты, Tesla компаниясының акциясы 2010 жылы шамамен $10 тұрды. 10 жылдан кейін оның бағасы $1000 да асып кетті. Алайда, акцияның құны сіз сатып алған бағадан да төмендеп кетуі мүмкін. Сол себепті акцияны дұрыс таңдау өте маңызды. Сіз акцияны қай уақытқа дейін иеленгіңіз келеді, оны өзіңіз шешесіз. Мысалы, сіз акцияны $10 сатып алдыңыз. Бір айдан соң ол $20 дейін өсті делік. Егер сіз сол $10 қанағат тұтсаңыз,
дәл сол сәтте акцияны сатып жіберуіңізге болады. Сөйтіп $10 табыс таба аласыз. Сату үшін де әрине брокерлік қызметке жүгіну қажет болады. Бұндай өсімнен бөлек, компания дивиденд төлейтінін естен шығармау керек. Яғни, компания тапқан табысының бір бөлігін өз акционерлеріне бөліп бере алады. Компания сізге дивиденд төлеген жағдайда сізге хабарлайды және сума автоматты түрде сіздің брокерлік шотыңызға келіп түседі. Дивидендті барлық компания төлей бермейді, ал төлеу мерзімі компанияның өзіне байланысты. Көбінесе компаниялар дивидендті жылына 4 рет төлейді. Осындай мүмкіндіктерді ескере отырып, дәстүрлі банктік депозитті бағалы қағаздарға инвестициялаумен алмастырсақ қалай болады? Бәрі де оңай ғой. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Инвестиция тақырыбына видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.